Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгінгі видеороликта мен сіздерге екінің бірінің компьютері көтере бермейтін ойындар жайлы айтатын боламын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сосын өтініш 1000 подписчикке жетуге көмектесіңіздерші. Алдыңғы видеолардан үздік комментарийлер ұмытпаңыздар. Мен әр видео сайын комментарийлеріңізді видеоға шығарып отырамын. Ал ендеше видеоны көп созбай, біз кеттік. Біздің топта ашатын кішкене ескілеу, бірақ әлі күнге дейін танымал Red Dead Redemption 2 ойыны. Алдың ұрпақтың ойыны тіпті шығарғаннан кейін 5 жыл өтсе де, заманауи компьютерлер үшін талап етілуі мүмкін. Біздің алдымызда арба қуалау, револьверден атыс және барлардағы төбелес. Бұның бәрі жабайы батыстың өшіп бара жатқан дәуірінің декорациясы. Бүгінгі жаңа ойындарда бұндай детальдарды көру өте қиын. Нақтырақ айтсақ, жүрген кезде із қалатын қар, көздер мен патрондағы шағылыстар, тіпті анаулау кезінде атылған жануарлардың шіріген өлекселері. Мұнда бәрі ең ұсақ бөлшектерге дейін ойластырылған. 4К және 60 FPS міппен ләззат алу үшін сізде мықты компьютер болуы керек. Орташа компьютерде оны басқара алады, бірақ керемет графикасыз. Егер біз мықты компьютерлерге арналған ойындарды еске алсақ, онда күшті атмосферасы бар Cyberpunk 2077 туралы айтпай кетуге болмайды. Есіңізге түсіріңізші, 3-ші Ведьмак. Ол жайлы бәрі айтатын еді. Енді елестетіп көріңізші, Ведьмак шығарған компания болашақтың қараңғы әлемі туралы жаңа өнімді шығарып жатыр. Сонымен қатар, оны жасауға Киану Ривздің өзі қатысады. Cyberpunk шығардан алдын өте нашар үлгіде болды. Көптеген бактар және оған ең күшті деген пікірлер керек болды. Ал қазір әзірлеушілер ойынды түзетіп қойған және тіпті келесі патчты шығарған. Сондықтан сіз қатып қалмай қауіпсіз ойнай аласыз. Бұл әдемі болып шықты. Механиканың және негізгі сюжеттің жиі қайталануынан байланысты Far Cry сериясын жеп көретіндер көп. Бірақ бұл әлі де Ubisoftқа дәл сол ойынды жаңа жағдайда және жанкүйерлерді таңғалдыруға кедергі келтірмейді. Бұл жолы бізді Кариб теңізіндегі Яра аралына тастайды. Онда қаншер диктатура өркендейді. Онда кейіпкер қарсыласу көшбасшысы болып, тұрғындарды қорлықтан құтқарады. Бірінші рет кірген кезде ойыншы өзгерген суретті бірден байқайды. Көгілдір суы бар, сәнді жағажайлар және шынайы құм физикасы. Егжей-тегжейлі пайымалардың динамикалық көлеңкелері және қорқынышты алқаптың әсерінсіз кейіпкерлердің тірі жүздері. 4К ажыратымдылдық, қолдау және визуалды жақсарту үшін заманауи технологиялар жүйелік талабын көтереді. Atomic Heart. Ресейлік әзірлеушілердің қуатты компьютерге қызықты ойындар іздегенде сіз Mantfish студиясының әйгілі атқыш ойынды кездестіресіз. Параметр сізді таңғалдырады. Бұл кеңес одағы біздің стандарттарымыз бойынша түсініксіз технологиялық биіктерге жеткен. Және тіпті ең қарапайым ауылдарда роботтармен толтырылған. Алайда сюжеттегі машиналар өз иелеріне қарсы шығып, азаматтарды шұжыққа кеседі. Сіз бүлікті тоқтатып, оның артында кім тұрғанын түсінуіңіз керек. Жалпы ойын орташа компьютерлерде жақсы жүреді. Бірақ нақты уақыттағы сәулелік шағылыстар FPS-тің төмендеуіне әкеледі. Сондықтан графикалық параметрлермен ойнауға тура келеді. Қуатты компьютерлерге арналған ең жақсы ойындар тізімін Resident Evil'дің 4-ші бөлігі аяқтайды. Леон елді мекенге кіреді. Ежелгі паразитті жұқтырған тұрғындар ұрланған президенттің қызын ұстап, Леонмен күресуге тырысады. Тіпті ойынның жанкүйерлері 2005 жылғы шедеврді қайта құруға қуанышты болды және оларды қуанту әдетте өте қиын. Персонаждардың модельдері, жұқтырған ауыл тұрғындары, ұсақ бөлшектері бар қатал орта бәрі әлдеқайда заманауи болып көрінді. Ал ескі компьютерлер бұндай сұлулықты тарта алмайды. Бірақ ешкім өнімділікті арттыру және қалыпты ойнау үшін графикалық параметрлерді қысқартуға және іздеуден бас тартуға тыйым салмайды. Ал ендеше достар, осы ойындардың кем дегенде біреуін білетін болсаңыз, комментке жазып кетіңіз. Сосын достар, бізді 95% адам 5 подписка көрер екен. Қанеки, бұны дұрыстайық, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен, Зеп. Сау болыңыздар.